Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Сабаққа дайын болсақ, кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қатпарлану, яғни драпировка салу. Сабақтың мақсаты сурет техникасын орындау әдістерімен, сурет құралдарымен жұмыс жасауды меңгеру. Сабақтың негізгі мақсаты мата қатпарларын пішіндеумен және оларды бейнелеу әдісімен таныстыру. Драпировка деген не? Бүгінгі сабақ бойынша. Драпировка бұл француз тілінен аударғанда драп деген сөздің мағынасын білдіреді. Сөзбе-сөз аударғанда бір нәрсені жинау, безендіру, немесе бүктемелермен жабу деген мағынаны білдіреді екен. Ал жалпы драпировка тарихына келетін болса, драпировка ежелгі грек және Византия өнері дәуірі кезінде адамдардың киім үлгісін болған. Ол кезде киім көбіне тігілмеді, бірақ өте сәнді, шебер, жабылып, әдемі бір көріністерді көрсете берді. Міне алдарында сол кездегі ежелгі грек дәуіріндегі адамдардың киім үлгісі, қарасаңдар өте шебер, талғампаздықпен оралынған үстеріндегі киім үлгілері, және бұлардың жоғарғы өлшемі 5 метрге дейін барған. Ал бейнелеу өнеріне келетін болса, маталарды сала білу, бүктемелерді әдемі бейнелеу өте маңызды. Натюрмортта, портретте, барлық дерлік бейнелеу өнерінің оқу жұмыстарында драпировкалар бар. Сонымен драпировка бұл суретші бейнелеу өнері туындыларында бейнеленетін маталар. Олар еркін жатып, түрлі қатпарлардың болуымен сипатталады, және суретшінің басты міндеті осы қатпарлардың жарық көлеңкесін және матаның текстурасын мәнерлі түрде жеткізе білу керек. Матаның текстурасына келетін болса, драпировкада матаның текстурасы жылтыр тегіс және бедерлі күңгірт деп екіге бөлінеді, яғни жібек және мақта маталары. Осы маталарды сурет салғанда әртүрлі техникада орындалу керектігін ұмытпауымыз керек. Яғни жібек матасын салғанда олардың техникасы мақта маталардың драпировкасын салғандағыдан өзгеше болады. Себебі жібек маталардың жарықтары, қарама-қайшылық жарық пен көлеңкесі өте күшті, анық болады. Жарық рефлекстері ерекше жылтыр көрінеді, және олардың жарық көлеңке градациясы өте тең айқындалады. Ал осы жібек маталарды салуда кететін үлкен қателік бұл қарама-қайшы түстердің анық асыра сілтеп жіберу қателіктерінен аулақ болуымыз керек. Ал мақта маталарына келсек, мөлдір, жұмсақ, жарық пен көлеңке бір-бірімен үйлесіп тұрады. Олардың шекарасы анық байқалады. Осы маталардан драпировкалардың қойылымын қойғанда, оны мынандай басты 3 қағиданы есте сақтауымыз керек. Бірінші, міне алдарында тұр, столдың, яғни орындықтың үстіне қойылған драпировкаға келетін болса, бізде негізгі бірінші мақсатымыз драпировканың жоғарыдан төмен қарай құлауының әдемілігін қамтамасыз етуіміз керек. Екінші, орындықтың үстінде тұрған мата қатпарының, яғни драпировканың орындықтың үстінде жатуын қамтамасыз етуіміз керек. Ол да сурет салғанда әсерлі көрініс беруге көмектеседі. Келесі, орындықтың үстінде орналасқан драпировканың құлауын және оның орындықтың үстінде жатуын қамтамасыз еттік. Ал мына жерде біз бұл орындықтың үстіндегі драпировканың алдыңғы планының әдемі, әсерлі көрінуін және драпировканың барлық болмысын қамтамасыз ететіндей алдыңғы көрінісін де әдемі орналастыруымызды естен шығармауымыз керек. Енді
Осы драпировканы салуда бірінші ең алдымен біз қағаз бетіне драпировкадан бастамаймыз. Мұқият қарап отырыңдар. Міне, бірінші біз столдың, яғни орындықтың жалпы көрінісін, орындықтың құрылымымен салудан бастаймыз. Келесіде драпировканың астында тұрған орындықтың жалпы құрылымы анықталғаннан кейін біз жаңағы мата қатпарының, яғни драпировканы жоғардан төмен қарай құлауын қамтамасыз етуіміз керек. Міне, жаңағы негізгі айтылған суреттегі қойылымға қарайтын болсақ, қызылмен қоршалған жердегі суреттің құлауын біз анық бейнелеуіміз керек. Сол сияқты екінші кезеңде орындықты бетін белгілеп алдық, драпировканың жоғардан төмен қарай құлау қозғалысын көрсете алдық. Енді орындықтың үстінде драпировканың жатуын қамтамасыз етуіміз керек. Міне, қамтамасыз етілді. Яғни мына жерде орындықтың жалпы драпировканың көрінісін көрсете білдік. Міне, алдыңғы суретте біз орындықтың үстіндегі драпировканың құлау қозғалысын көрсеттік, және драпировканың орындықтың үстінде жатқандығын көрсеттік. Енді мына жерде соңғы үшінші кезеңде біз драпировканың алдыңғы көрінісіндегі әсерлі қатпарлануды біз шебер көрсетуімізге, шебер білдіруімізге талпынуымыз керек. Яғни, міне, жұмыс аяқталған кезде осындай драпировканың, орындықтың үстіндегі драпировканың табиғи қозғалысын, оның жоғарыдан төмен қарай құлауын, оның орындықтың бетінде жатуын және әсерлі қатпарларын беріп біз жұмысты аяқтауымыз керек. Яғни сурет сабағында қатпарлануды суретін салған кезде біз осындай негізгі 3 қағиданы есте сақтайтын болсақ, біз кез келген драпировканы, кез келген қойылымда, ол мейлі суретте болсын, ол мейлі кескіндеме сабағында болсын, ол мүсінде жабулы тұра ма, ол орындықтың үстінде жабулы тұра ма, оған қарамастан жоғарыда көрсетілген 3 қағиданы сақтайтын болса, біз драпировканы өте шебер көрсете аламыз. Бүгінгі тапсырма бойынша енді тапсырмаға көшейік. Тақырыптың, жалпы жоғарыда тақырыптың негізгі мақсатын айтып өтті. Енді тапсырмаға келетін болса, үй жағдайында қатпарлану суретін орындау керек. Яғни ол үйде қабырғаға бекітіп қоюға да болады, немесе орындыққа да іліп қоюға болады, немесе ол қатпарлану жаңа драпировканы бір бұрышқа қоя салуға да болады. Яғни, бұл жерде сенің негізгі орындайтын мақсатың жарық көлеңкені ажырата біліп, жаңағы мата қатпарларын табиғи түрде карандаштың көмегімен көрсете білуге дағдылану. Үй тапсырмасы бойынша бағалау критерийлары, яғни өте жақсы бағасы қойылады, тапсырманы орындаған талаптарға сәйкес келсе, қатпарлану, яғни драпировка мұқият толық орындалса, 5 бағасы қойылады, 4 деген жақсы баға қойылады, тапсырма дұрыс болса, қатпарлану мұқият, орташа орындалса. 3 қанағаттанарлық бағасы қойылады, егер жұмыс дұрыс емес, қатпарлану комбинациясы ұсынылған сәйкес келмесе және шала орындалса. Ал 2 қанағаттанарлықсыз баға қойылады, әрине жоғарыда айтылған барлық талаптар орындалмаса. Сонымен қатар, бүгінгі сабақта алған мәліметтерге қосымша
міне сілтемелерді ұсынып отырмын. Осы сілтемелер арқылы ғаламтордан тағы да қосымша мәліметтер алып, білімдеріңді толықтыруға болады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.